Мен деген сағат 12:30-да, ұялмай қызармай 12:30-да тұрдым. Қазір мамаларымның подружкалары келіп, кезінде мамам администратор болып істеген Алтын сарайда. Мен де мамамның помощницасы болып істеген болатын. Сол кісілер, поварлар келіп, қазір ресторанның калькуляциясын өзіміз барып қараймыз, бүйтеміз, сөйтеміз деп келген болатын. Сондықтан мен де бірге барам, мен де калькуляцияға қатысам. Соған дайындалып жатырмын. Енді сторисқа осылай шығып жатқаныма ренжімеңдер, бүйтіп әдемі, бүйтіп андай сәлем деп емес, осылай. Кстати, бетіме алоэ жағып жатырмын. Соңғы кезде бетім ужасно шелушится. 2200 теңге тұрады екен. И вот, потом әдемі болып сторисқа сосын шығамыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Мама подружкаларына мақтанып жатыр, кеше не алдың деп. Жаным. Ар жақта бәрін көрсетіп мақтанып отыр мама. Слышишь? Вот ты здесь. Позавчера смотришь? На университете тоже я. В общем, сықтай болып вот неге шықтық ресторанға калькуляция жасауға. Мам подружкаларда бір өздері тұрмысқа шығайын жатқан сияқты боянып, сыланып. Қазір аржан біз сторисқа түсіреді ғой деп. Сол қазір енді қыздармен барамыз деп па. Осы енді Талдықорғанда. Бүгінгі видеоны көрдіңіздер. Анамның көзінше мен көз жасымды көрсеткім келмейді, бірақ ішім толған эмоция болды. Себебі мен университетке түскен кезде ең бірінші мен платныйға түскен болатын. Сол кезде анам барлық алтындарын өткізіп тастап, өзі жемесе де мен жесін деп күні-түні жұмыс істеп, өзінің қолындағы барында жоғында маған берген болатын. Сондықтан анама алғысым өте шексіз. Және де мен бұл ақшамен шектелмейді. Құдай қаласа барлығын беремін, мама барлық әлемді көрсетемін деп өзіме обещание берген болатынмын. Және де просто увидела, как она радуется обычным джинсам, которые я покупаю каждый месяц, каждые 2 недели. Она радуется как ребенок. И және бүгін мамамен қыдырып жүрген кезде кішкентай кезім есіме түсіп кетті. Ол кезде мамам өте қатты қиналып жүріп, сізде де маған көрсетпей, киімдерін алып беріп, тамағын алып беріп, сол кезде білмеймін да ғой мен маманың қалтасында азақ ақша, өзіне жетпей жатыр, өзі қарыздан қарыз, біреуден қарыз алып мені киіндіріп жүргені, бірақ мен мәзбін. Сол кезде есіме түсіп кетті. Құдайға мыңда бір шүкір деймін осы күнге. Анамды өстіп қуанта алатыныма, және де бұл тек қана бастамасы. Болашақта анама тек қана бұл кішкентай нәрсе ғана. Болашақта барлық болады. И Алла маған тағы да бір күш бере көр, жұмыс істеп алға ұмтылуға. Тоға келетін жандарға міне жол осындай. Қаланың шетінде. Сол қазір ресторан үшін көрсетіп боламын, сіздерге таңдаған ресторан. Осындай алды үлкен, және де помощниктер өте көп. Қазір ішіне көрсетіп. Мамалар көрсетіп делегациямен кетіп баратыр мына жақта. Ресторанның іші примерно осындай. Ана жақта Аргенов жанып тұрады. Ана жақта видеолар болады. Мына жерде билейді, орада құдалар. И мына жақта LED экранда бәрі көрсетіп тұрады. Кухнясын мақтан атырсыздар. Кухнясы күшті. Жаңғырда сен кухнясы күшті дейді ғой сразу. Мамаларды үйге қайтарып, өзім енді полностью организация зала, организация всего ұзату өзім заниматься етемін. Себебі мамалар ондайларды білмейді.
Сондықтан қазір оформление зала заниматься ететін адамдармен кездесуге бара жатырмын. Одан кейін енді халық боп маған көмектесем десеңіздер, маған тойға бишілер керек, және де ансамбль керек. Сол кісілер болатын болса, маған дайректке жазып кетсеңіздер, ақылдассақ. Одан кейін адамдарыма көп рахмет, маған бишілерді, әншілерді барлығын жіберіп жатыр. Және де жаңа Жетісу телеканалына кіріп BTS-пен ақылдасып келген болатынмын. Менің оқырмандарым үшін барлық көремін дейтін адамдарға YouTube желісінде тікелей эфирде өтеді. Біздің ұзатуымыз 11 маусым июнь күні сағат 6:00-де басталады тікелей эфир. Сол күні сіздерге Instagram желісінде осындай ссылка жіберетін боламыз. Сол ссылкамен кіріп тікелей эфирді көрсеңіздер болады. Ой, не чебурек па? Чебурек жейсің, жегім кетіп. Қазір біз Жетісу медиаға барамыз. BTS-ті тауып алдым, қазір ақылдасу керек болады солармен. Сол үшін менен бірге болыңдар. Жұмысты бітіріп, енді Мадинаны мен танысып қояйын. Бір ай бойы мен жанымда болады. Өзімнің кішкентай сестренкамды мобилограф ретінде жаныма жалдап алған болатынмын. Жалдап алдым ба, не Lamborghini деп. Сөйтіп, бір ай мен жанында болады. Барлық процесті, барлық жанында, үйдегі good morning, мынау дегендердің бәрін осы істейтін болады. Ертеңнен бастап активно жұмыс істейтін боламыз. Сондықтан таныс болыңыздар. Қазір аккаунттан бет көрсетіп кетемін.